айналып жатқан жерді тексеріп, мен де жоқ, мен де жоқ деп. Мысалы деймін, өзі мойынға Матия Орынбекова мысалы, қас-қасында ма өмір сүрсе, оқушы қыздарға жапырақтан емнегі қысқа қасын қайда ұмытып кеттім деп ұрсып мені негізі көбісі түріме қарап жас мұғалім деп айтады. Негізі рахмет. Бірақ мен екі баласы бар, жас отбасым, кәдімгі отағасым, жас отбасым. Мен жұмысқа үйге қайтып келе жатқан кезде, үйде есік алдын ашқан кезде келіншегім екі баламен бүйтіп күтіп отырады, екінші жұмысын дайындап. Ол балаға қарап няня боласың. Мен негізі мектепке жұмысқа кірген кезде, Анар апайдың қасына барып договорға қол қойғам. Сол кезде бүкіл талаптарға мойынсұнып, оны қабылдадым деп жазғанбыз. Ол договордың ішінде мектеп мұғалімі екінші жұмыс жасауға болмайды деп. Сол договорды әкелдім де келіншегіме көрсеттім. Ренжіме жаным, маған екінші жұмыс жасауға болмайды, маған демалу керек де демала қаласың. Мен үшін әлі күнге дейін белгісіз нәрселер бар. Ол Бермуд ұштағаны, Стоунхендж, сосын Джон Кеннедидің өлімі және зарплата қалай екі күнде жоқ болды деген. Қазақтың кең жері Алтай мен Атыраудың алыстығы ештеңе емес қой. Зарплатадан зарплатаға дейінгі алыстықты айтсаң. Өткендегінің өзінде жер сілкіндіріп әлем бір түсіріп алдық қой. Зарплата түсетін күндері ана шотыңды қарап Халықбанкте келген әрбір сообщениеге мән беріп кетесің ғой. Оларда рекламалар жеріп береді. айфон қарасы ғой. Шетелге тур 12 айға бөліп береді. Не болмаса 2 миллионға кредит шығып тұр, алыңыз деп амай жатып азғырады ғой адамды. Негізі мен алғашқы оқу жылын бітіргеннен кейін мұғалімдердің ең бақытты сәтін мен де сезініп тұрмын. Негізі мұғалімдердің екі бақытты сәті бар. Ол бірі зарплата түскен кезде, екіншісі жұмыстан қайтып келе жатқан кезде. Қуаныш сыйлайтын кез бар, отпускке шыққанда. Отпускной түскен кезде деген сенің асқан бай адам жоқ секілді сезініп өзіңді. Ана ақшаны қайда жарататынын білмей қаласың ғой. Өмірімде 1 миллион зарплата тауып көрмегенмен отбасымның алдында шетелге кетіп қалдым басында. Сөйттім шетелде демалып, ауылға бір аптадан кейін келгеннен кейін менен асқан әлемде бейшара адам жоқ. Сосын менде мынандай бір сұрақ бар да, Астанада жұмыс жасайтын апайларда ана бір дауыс бар. Сол ненің дауысы сол? Тауықтың дауысы бар. Сол дауысты естісем, тамаша өтіп жан-жағыма қарай беріп, ана корпоративке барғандар болса ана білім ағай шығып береді. Біз көп нәрсеге мектепте мән бере бермейміз. Мысалға, қысқа мерзімді жоспар негізі қысқа емес, толық жазып қояды. Поштада жіберетін апталық жұмыс жоспары негізі 5 күнге орналасқан. Айтамай оған. 5 күнге жоспарланған. 2 күні қайда сонда? Күнделік күнге толтырмайды. Поштадан келетін, поштада канцеляриядан келетін хаттардың канцелярияға дым қатысы жоқ. Приказдар жібереді ғой. Сосын әңгімені короче деп бастайтын оқушылар ұзақ сөйлеп кетеді. Сосын мақтанғаным емес деп сөйлейтіндер соңында мақтанып кетеді. Один домадағы Кевин негізі үйінде жалғыз емес. Ол операторлармен бірге жүр ғой, түсіріп. Мен негізі жұмысымды өте қатты жақсы көремін. Жайлы орта, керемет оқушылар, жайлы жұмысымыз барлығы. Жұмысымды қатты жақсы көргенім соншалық, өткенде біз бірінші болған жер сілкінісінде қаңтарда үйдегілер абыр-сабыр болып, бала-шағаны киіндіріп, ана жер үйге қашуға дайындалып, документтерді алып жатса, мен деген ертеңгі сабаққа киіп баратын киімдерімді киіп, сумкамды тағып алып, ертеңгі сабаққа дайын болып шықтым ғой. Ответ келген жоқ қой өйткені. Негізі сол жер неге қайта-қайта сілкініп жатыр білесіз бе? Сіздердің сұлулықтарыңызды көтере алмай сілкініп жатыр. Жер тоқтай алмайтындай сілкінетіндей сұлу да әсем болып жүре беріңіздер. Мен де осымен бітті, рахмет.